Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, әдемі шырша салатын жасайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Алдын ала жұмыртқамызды осылай қырғыштың көмегімен өткізетін боламыз. Картопымызды сәбізімізде осылай өткізетін боламыз. Етімізді алдын ала ұсақтап турап алғанбыз, және де тарелкамызге осылай жайғастыратын боламыз. Осылайша етіміздің барлығын жайғастырып алдым. Қасықтың көмегімен басып жасайтын боламыз. Себебі біздің салатымыз биігірақ болады. Сосын сәбіз салдым. Сәбіздің үстіне осылайша, яғни майонезімізді жағып, сосын картопымызды салатын боламыз. Картопымызды қасықтың көмегімен басып салатын боламыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмі әдемі болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай масал көп кетпейді. Енді біз майонезімізді жағып шығамыз. Майонезімізді жағып, қасықтың көмегімен осылай жасайтын боламыз. Және де жан-жанын осылай көтеріп шықтым. Енді сәбізімізді салатын боламыз. Осылайша жан-жанын осылай дұрыстап басып жасадым. Қасықтың көмегімен енді үстіне майонезімізді жағатын боламыз. Ең үстіне жұмыртқамызды салдым. Осылай майонез жағып, жан-жанын осылай дұрыстап шығамыз. Енді укропымызды ұсақтап турап, осылай жан-жанына осылай жабыстырып шықтым. Сәбізімізді осылай жұлдызша жасадым, және де таяқшаның көмегімен қойдым осылай. Безендіру өзіңіздің қолыңызда. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, әдемі болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.